Волейбол алаңы командаларды бөліп тұрған ұзын тор. Екі жақта төрешілер, ортада ұпайға таласқан қатысушылар. Соққыларын жаудырып жатырған Махамбет университетінің студенттері. Волейболдан бөлек Махамбет ұрпақтары спорттың 12 түрінен сынға түсті. Мақсат біреу студенттер арасындағы денсаулық спартакиадасында үздік атану. Бірінші курс студенттеріне үлкен мотивация болды бұл спартакиада. Тағы да алдағы спорттық шараларға белсене қатысуларын сұраймын және қатысады деген үміттемін. Ұл-қыздардың жаңа қырынан көрдік, мысалы кеше ғана домбыра тартып отқан қыздар бүгін волейбол ойнап жатыр деген секілді. 2 апта бойы студенттер білім мен спорттық қатар алып жүрді. Арасында спорт шеберлігіне үміткерлер мен алғаш рет спорт додасына қатысқан жастар да бар. Шағын нұсқау жұмыстарынан кейін бар білгендерін ортаға салып тырысты. Биыл қатысушылардың саны едәуір көп. Сандарды сөйлетсек, дәстүрлі спартакиада 1000-ға жуық қатысушыны қамтып отыр. Білекті де жүректі жастар сыналар байқауға кіл мықтылары қатысты. Әрбір жас студент жеңіске ұмтылды. Күштіліктерін, кептіліктерін көрсеткісі келді. Тартысты өткен спартакиада қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте 3-ші орын педагогика факультетіне бұйырды. Ал күміс жүлдені филология факультеті иеленсе, спартакиаданың жеңімпазы физика-математика факультеті атанды. Жалпы спартакиада өте жоғарғы деңгейде өтті. Барлық командалар өте тарқынды дайындықпен келген. Келесі жылы да бұйырса осындай жоғарғы деңгейде өтеді деген ойдан барлығына сәттілік. Бірінші орында енді жаттығу тренировкалары, содан кейін біздің аға буын, әпке буындарымыздың қолдауы, сосын бірінші орында жалпы қатысушылардың жалпы мақсаты мен өздерінің еңбегі арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Тұрақтылық мықтылардың таңдауы демекші, физика-математика факультеті 2-ші рет қатарынан үздік атанып отыр. Төрешілер үздік команда соңғы шаңғы эстафетасында анықталды дейді. Спорт додасының жеңімпаздары мен үздік ойыншыларына Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті бастауыш кәсіподақ ұйымының бағалы сыйлықтары мен дипломдар табысталды.